Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш, қымбатты оқырмандар. Мен бүгін тағы да эфирге шығып отырмын. Бүгін сіздермен тағы да менің партнерім, Инкруз компаниясының партнері, маркетинг директоры Ақгүл ханыммен таныстырғым келіп отыр. Бұл кісімен мен өзім желі арқылы таныстым. Инкруз бір-бірімізді объединять етті. Ол кісімен бүгінгі сағат қазір 10-ға тікелей эфир назначить еткенмін. Қазір ол кісі маған қосылсын. Содан кейін ол кісінің басынан өткен оқиғасы туралы, біздің компанияның преимуществосы туралы айтып береміз. Эфирден шықпауларыңызды өтінемін. Алдын ала рахметімді айтқым келіп отыр. Өте қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз, сондықтан соңына дейін күтулеріңізді сұранамын. Ақгүл ханым, көріп отырсаңыз, запрос жібересіз бе? Ждает. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Жақсы, Мөлдір. Сізбен танысқаныма қуаныштымын, жақсы, шүкір. Мен де өте қуаныштымын. Біздің енді бұл компанияның ерекшелігі осындай бір-бірімізді көрмесек те, бір-бірімізді танымасақ та осындай желі арқылы бағана шығып, мысалы, прямой эфиріңізді көрдім, маған ұнады, энергетикаңыз деп жатырсыз да. Өте мынандай қуанышты, керемет сезім болды да менде. Өйткені мен қандай да бір адамға осылай септігім тиіп жатса, мен оған өте қуанам. Мен көп жағдайда қазір кіргеніме компанияға 1 жыл 5-6 ай болды, но бірақ мен компанияның сондай кереметтігін енді 1 жылдан кейін барып түсіндім да. Өйткені қасымдағы адамдардың барлығының өмірінің өзгерген, өмірінің сапасының өзгерген, барлығын көзіммен көру арқылы мен неге мен бұндай жасамасқа? Мен тек кезінде оның компанияның тек круизін ғана көру арқылы басқа жағын түсінбеппін да. Құндылықтарын, адамның өмірінің сапасын өзгертетіндігі жайлы барынша қандай керемет өзгерістерге өзің әдейі істемей-ақ сондай жайменде өзіңнің жаңағы мышлениеңді өзгертеді екен да. Өйткені біз борт директорларымыздың обучениесіне барамыз, тренингтарына қатысамыз. Соның барлығы біздің өміріміздің, күнделікті өміріміздің өзгеруіне өте қатты әсерін берді. Өзіме 1 жылдан кейін сондай әсерін тигізгеннен кейін неге мен бұлай 1 жыл уақытымды жоғалтып алдым? Мен неге соншама алтын қазір мысалы үшінге қарап отырсам, байлық ол біздің қолымыздағы ақша, тағы да бір дүния емес екен. Ол біздің байлығымыз, уақытымыз. Біз жас болдық, энергиямыз күшті болды. Қазір мен мысалы 40-тамын да, уже ойлана баяғыдай ойланбай. Баяғыдай не істемеймін да, ойбай, қазіргі мендегі байлық ол уақыт. Уақытымды неге мен 1 жыл алтын уақытымды жоғалтып алдым деп соған өкіндім. Бірақ мен түсінгенім, мен уақытында, значит, түсіндім. Не дейді? Лучше поздно, чем никогда. Сондықтан да өз өміріміздің сапасын өзіміз ғана өзгерте алатындығымыз, өзіміз керекті нәрсемізге қолымызды тек қана өзіміз жеткізе алатынымызға көзім жеткеннен кейін мен осындай түбегейлі өзгеріске қолымды, барлық мүмкіндігімді солай бұрдым. Мен компанияға келген кезде тек круизін көрдім, өйткені мен өзім таныстыруды ұмытып кеттім, кешірім сұраймын. Бірінші рет жасап жатырмыз ғой, енді бұл да біздің бірінші жұмыстарымыздың бірі, сондықтан көрермендер түсінеді деп ойлаймын. Мен өзім Ақгүл Тишбаева, маркетинг директор, негізі Қызылордалықпын, бірақ 14 жыл болды Астана қаласында тұрамын. Өзім консалтинговый компания, құрбымыз екеуміз ашқан консалтинговый компаниямыз бар. Өз-өзімізге басшы, өз-өзімізге қожайынбыз. Но бірақ
біз күнделікті демалуға дегенде ешқандай да мүмкіндігімізді, тапқан табысымызды демалуға ешқашан да осы уақытқа дейін көңіл бөлмеппіз. Уже жасымыз ұлғайып, жаймендеп не қылып кезде уже қарасақ, артымызда ешқандай да бір шетелге деген, демалуға деген ненің болмағандығын түсініп, мен бірінші келіп, біздің жоғары спонсорымыз Нұргүл Наметова келіп презентация өткізгенде, менің бар миыма кіргені круизный отдых. Опа, мынау не деген керемет демалыс. Мен өзім ғана барып қоймай, мен отбасымды қыдырталам, мен ата-анамды, туған туысқандарымды, ата-енемді барлығын қыдырталам ғой деген уже менің миыма сол кіріп кеткен. Сондай бір жыл уақыт безоплатник 5 адамды жаздым. Болды, әрі қарай мен жұмыс жасаған жоқпын. Менің безоплатный членством ай сайын круиздік бонусым алынып отырды. Енді қазақпыз ғой, ананың тойы, мынаның тойы, жаңа анау мынау деп жүрген кезде бір жыл уақыт өтіп кетіпті. Бір жылдан кейін, Нұргүл Наметова, Ақгүл, Жамал, ұятың болса, кабинетіңді ашып, хотя бы тегін круизіңа бармайсың ба деді. Мен ашсам, кабинетімде $2800 бірдеме тұр. Ойба, мынау шынымен де жиналып қапты. Ойба, күйеуіме келдім да, ойба, круизный доллар кабинетімнің сыртына шығып жатыр екен, не істейміз, қақа барамыз деп. Сөйтсем, енді бір ұлымыз бар, енді ұлдың каникулына шақтасай деді. Мен майдың 23-нен 30-на дейін Италия, Хорватия, Грецияға бронь жасап қойғанбыз. Сөйтіп, мен уже сонан кейін барып түсіне бастадым. Опа, өйткені мен Нұргүл ноябрь айында жаңағы национальный директорлық рангын ашты. Сол кезде уже ақшаны көрдім. Бір жылдан кейін компаниядағы ақшаны көрдім. Опа, бұл менің қасымда жүріп жетіп жүр ғой, бұл жетістікке. Неужели? Күйеуім айтты, вот қасыңдағы Нұргүл, салыстыр өзің деді. Оның қолы жаңағы қолы 2 метр, аяғы 3 метр емес, дәл өзіңдей адам. Неғып оның істегенін сен істей алмайсың деді. Сосын барып, опа, жаңағы, оказывается, мен де істей алады екенмін ғой. Мен көп жағдайда Аллаға шүкір айтамын, менің күйеуім полный поддержка береді. Сен неге наоборот, сен неге істемейсің? Сенің қай жерің кем деген сияқты мені жаңағы мотивация береді, не береді. Сосын барып Нұргүлге айттым, Нұргүл, менің күйеуім сөйтіп жатыр азамат, так что мен еремін дедім. Қақа барасың, не істейсің, как дышишь, как білмеймін, әйтеуір не істейсің, мен соның бәрін көруім керек дедім. Сөйтіп январь айында жұмыстан, өйткені былайынша қарап отырсам, жұмысқа барам, жұмыс бітпейді, үйге келем, үйдің тірлігі бітпейді, одно и то же, күнделікті одно и то же. Сосын өзіме қойдым, вот жаңа жылдан бастап мен өзіме жаңа күнделікті Астана қаласындағы офисқа барам деген цель қойдым. 6-да шығам, Астана қаласындағы офисқа барам, қыздармен таныстым, қаншама адамдармен, қаншама керемет, позитивный адамдармен таныстым. Мен компаниядағы кереметтілігі. Ешқайсы негатив айтпайды, политиканы айтып, жылап сықтамайды, үйінің проблемасын айтпайды. Кілең позитив адамдар да. Кілең позитив адамдар. Күнде әдемі волнада жұмыстан шаршағаныңды, қайда кеткенін білмейсің. Қазір үйге барам, түннің жарымында барам, не істеймін деп оны ойламайсың. Күнделікті позитивті волнада дейді ғой, позитивный адамдармен кездесіп жүріп, январь айында маркетинг директор рангын аштым. $300 зарплатам, карточка беріп қойғам, карточкам бар, карточкамға түсті. Вот, уже жетістіктің дәмі аузыма барғаннан кейін, мен уже басқаша көзқараспен қарадым. Неге біз беріліп тұрған мүмкіндікті, компаниямыздың беріп тұрған мүмкіндігін осылай пайдаланбаймыз? Неге біздің туған туысқандарымыз төлеп отырған кредитінен құтылмайды? Неге жаңағы барлық жағдайларын жасамайды деген уже басқаша көзқарасым уже, ойым уже өзгерді да, сонымен уже
ақпан айында Нұргүл 15 күндік круизға кетті. 15 күннен кейін айтты, мен оңтүстік регионда командировкамен жүрем, өйткені командам ол жақта. Кілең быстрый старттар көбейіп жатыр, мен сол жаққа барам дедім. Содан жармасын, мен де барам дедім. Күйеуіме айттым, күйеуім пожалуйста деді, ол сенің жұмысың, өзің білесің деді. Сонымен енді 15 күнге созылатынын білген жоқпын, шыны керек. Мен ойладым, бір енді 6-7 күнде барып келеміз, терпейме ғой деп. Содан Ақтөбеден бастадық, оны Ақтөбеден бастап Таразға өтіп кеттік. Тараздан шығып Шымкентке бардық, Шымкенттен шығып Жаңақорған, Шиелі, Байқоңыр, Қазалы, Қармақшы, Қызылорда 15 күн дегенде үйіме жеттім. Бірақ сол 15 күннің құндылығын мен енді сөзіммен айтып жеткізе алмаймын. Өйткені менің жоғары білімім бар, жасап жатқан жұмысым бар да, барлығын мен өзімнің жұмысым, ісімнің профессионалымын деп санаймын өзімді. Но бірақ ой, мышление, мысалы, адамның, мысалы, бар несі өзімнің қолымда екені да, өмірімді мен өзім ғана өзгерте алатын. Сондай керемет қыздарды көріп, қаншама адамдармен танысып, мен барлығын өзімнің өмірімді түбегейлі өзгертіп келдім. Осы 15 қыздарға айтамын. Қыздар, мен миым, бізде Совет өкіметінің адамымыз ғой. Бізге мектепте айтатын, адамның миының 2% жұмыс істейді деп. Біз соған әбден сеніп қалғанбыз, ана банк 2 литрлік банкымыз соған сеніп қалған, болды. Біз ойлаймыз, вот басымыз, полушариямыздың жартысы істейді, болды. Деп тұр, болды. Сол 2%-тік менің миымның мышлениясын мен осы 15 күн командировкада қызға айттым, 70%-ке мен жеткізіп келдім дедім. До такой степени мен өмірдің барлық нәрсе тек өзіме ғана байланысты екен. Менің кім жақсы ойласа да, маған іште менен артық ешкім ойлай алмайтын. Мен ғана өзімнің өмірімді жақсарта алатынымды барлығын түсініп, осындай шешімге, компанияға сондай мен рахметімді Майк Хатчисонға, мені жаңағы тіркеген өзімнің құрбым Қарагөзге еді, осы саяси спонсорым. Оның екеуі қонақта кездесіп қалған случай Нұргүл Наметоваға барлығына рахмет айтам. Керемет, енді жаңағы, ал айтады ғой, ешқандай нәрсе, жапырақтың өзі өз есебінсіз жерге түспейді деп. Оның да өз ойлаған есебі бар, Алланың бұйырып тұрған нәрсесі. Сондықтан да біз өзіміздің өмірімізді өзіміз ғана сапалы қыла аламыз. Балаларымыздың, мен өзімнің командамның қыздарын айтам. Қазір барыңызда өзіңіздің сумкаңыздағы портмонеңізді ашыңыз. Сол портмонеңіздің жағдайы, карточкаңыздағы, счетыңыздағы ақшаның жағдайы сізді қанағаттандыра ма деймін. Қанағаттандыра ма сізді? Мені қанағаттандырмайды. Мен өзімнің жеке бизнесім болса да, мен күнделікті ақша тапсам да, мені қанағаттандырмайды. Сондықтан да мен өз ісіме қосымша бизнеспен айналсам. Менің бизнесім онлайн, мен шаққа далаға шығып шауып атқан жоқпын, жер шауып, жаңа ақтер, қаратер болып бейнеттеніп жатқан жоқпын. Менің жасайтын жұмысымның бәрі мына алдымда, карантинға 1000 алғыс, зато деп айтқанда, мен наоборот командамен жұмыс жасауға уақытым бар, күнделікті кешкі 10-нан кейін мен командамның барлығымен онлайн сөйлесем, барлығының жағдайын сұрайым, бір-бірімізге мотивация береміз, күнделікті пландарымызбен бөлісеміз, барлығымыз онлайн жасаймыз. Менің былайша өзімнің негізгі бизнесімде бухгалтерлік қызмет, ол да онлайн негізі. Бірақ қазіргі жағдайға байланысты көп компаниялар тоқтап қалды, сондықтан мен үйде отырып жасаймыз. Но бірақ мен өзімнің онлайн бизнесіме көңілімді көптеп бөліп жатырмын. Барлығы керемет, әркім енді біреу айтады ғой, конечно, ол андай жұмыс жасап отыр, ақша тауып отыр, сосын жоқ, олай емес. Менің ол жөнінде сіздер көздеріңізді вообще басқаша ашыңыздар. Мен өзімнің өмірлік сапамды, күнделікті сапамды, мен мышлениемді өзгерткеніме рахмет айтамын.
Бұл компания болмағанда мен сол баяғы совет үкіметінің менталитетімен жүре беретін едім. Аллаға шүкір, ағайын туғаным жетеді. Бір тойды бітіріп жатсам, екінші тойым басталады. Бар тапқанымды сол тойға шашып жүре беретін едім. Но бірақ менің ағайын туысқан бауырларымның шет елге баруға, көзқарастарының өзгеруіне ешқандай мен септігім тигізбес едім. Ал менің Incruise компаниясы маған осындай мүмкіндіктерді беріп отыр. Сондықтан да мен бар жағдайда да осы жағынан плюсын бар жағдайда осыны бетке ұстап айта аламын. Біз, мысалы үшінге, ладно, мамырдағыға бара алмаспыз, бірақ компания бізге 100% оны қайтарады. Өйткені ондай нелердің барлығын көріп отырық. Біз енді ноябрьге, мысалы сентябрьда менің туған күнімді сентябрьға қоям. Декабрьда, мысалы, ата-анам, ата-енем барлығына круиз жасайын деп отырмын. Оған қоям. Зато мен қалай карантин бітеді, солай бірінен соң бірі мен даже айына 2 реттен круизға бара аламын. Оған мүмкіндік бар менде. Менің ай сайынғы круизный долларларым көбейіп жатыр. Ол менің инвестициям. Барлық қай жерде көрдіңіз, $100 салсаңыз, үстіне $100 беретін. Қай жерде көрдіңіз, мен қыздардың барлығын айтамын. Қай компанияда көрдіңіз, сіздің кабинетіңізді ашып, қолыңызға MasterCard, Visa карточка берген. Қай сетевой компанияда бар? Атын жазып тұрып, сізге электронный карточкаңызды беріп тұр. Барлық тапқан табысының 70%-ін партнерларға бонус ретінде, айлық ретінде таратып тұр. Оның барлығы біздің компаниямыздың президентінің рухани мықты адамдылығын көрсетеді. Ол кешіріңіз, 50%-ін ғана таратса да болады, былайынша қарағанда. Жоқ, ол кісі бар партнерларға мүмкіндіктің барлығын беріп отыр. Өйткені біздің компанияда ешқандай да рекламаға ақша кетпейді, ешқандай этикетка жасамайды, ешқандай склад ұстамайды, работник ұстамайды. Соның бәрін компания бізге, біз партнерларға айлық ретінде, бонустар ретінде, лидерлік бонус болсын, моментальный бонустар болсын, барлығын бонус ретінде қайтарып беріп отырады. Сондықтан кеше сіз кімнің прямой эфирін көрдіңіз ба? Сағындық пен Айгүл Райымқұлованың. Вот содан мен көп нәрсе. Мен көрдім. О кісілер, мысалы, Айгүл Райымқұлова деген кісі 28 жыл юриспруденция саласында судьялық қызметте жұмыс жасаған. Алматыда біздің офиста келген, былай жеке таныспын ол кісімен. Ол кісі бізде Алматыда келіп болады. Астанада да келеді, не қылады. Бірақ ол кісінің айтқан сұрақтарының барлығы, мысалы, Сағындық сұрақ қойып жатыр, сол кезде айтады. Менің, наоборот, дейді, қазір келіп атқан адамдардың барлығы тіркеліп атқан. Проблемный адамдар көп қой қазір. Кредитнан карточкалары блокқа түсіп қалған, жаңағы судисполнитель арқылы бүкіл несі арестта тұр. Соның барлығы, маған наоборот сондай адамдар қазір тіркеліп жатыр дейді. Өйткені біздің компанияда мүмкіндік, то, что табыс тауып, сол қарыздарын жабуға. Оның ашқан карточкасын ешқандай жер көре алмайды, арестқа қоя алмайды. Таза жұмыс жасап, карточкасына ақшасын түсіріп, бүкіл кредиттің историяларын тазалап, өздерін жаңағы таза не істеуге мүмкіндік беріп жатыр дейді компания. Мен келген адамдарға, келген адамдарға мен солай түсіндіремін дейді. Вот, сізге карточка ашылады, ешқандай арест қойылмайды. Жұмыс жасаңыз тек. Жұмыс жасаңызда ол қарыз деген нәрсе ол қайтарылу керек. Алланың алдында да қарыз болып тұрады. Сондықтан сіз сол жөнінде жұмыс жасап, мүмкіндікті пайдаланып, барлық қарызыңызды жауып, кредитіңізді жауып, таза өмір сүруге мүмкіндік. Мен де адамдарға не істеген кезде айтам. Мысалы, жаңа не бар ғой, Алладан сұрайды адамда, ниет, тілек айтады ғой, бәріміз мұсылман болғасын, жатарымызда, тұрған кезде Алладан тілейміз да. Но бірақ чудоны адамдар басқа нәрседен іздейді.
Мен ғой сұрап жатырмын, мен ғой бүкіл ниетім таза, ешкімге арамдық ойлап жатқан жоқпын, маған неге сөйтеді, маған неге бүйтеді деп ойлайды да. Бірақ осындай келіп тұрған мүмкіндікті ол Алла беріп тұрған шығар, мүмкіндік. Келіп үйінің есігінің алдынан терезесінен келіп әкеп бере алмайды ғой. Алланың қолы, міне, мына өзіміздің қолымыз. Алла біз 12 мүшемізді жаратқан кезде қалай жаратты, сол мүшемен бізге келіп тұрған мүмкіндікті пайдаланып тірлік ету. Сондықтан енді әркім өзі шешеді деп ойлаймын. Бәріміз Алланың сүйген құлымыз ғой. Мүмкіндік, біз тек проводникпіз. Біз тек проводникпіз. Келген мүмкіндікті біз арқылы пайдалансын, пожалуйста. Келім деген адамға барлық, біз ол команда, сен менің командамсың, сен ананікі деп бөлінбейді. Бізде барлығы Астанада мысалы Мөлдірдің адамы болса, Ақгүл деп келсем, мен ешқашан да кері қайтармаймын, мен бар білгенімді айтамын. Өйткені маған басқа жағынан келетінін білем. Менің сол ниетіме Алла басқа жағынан беретінін білем. Сондықтан мүмкіндік Мөлдірдің мысалы Астанадағы адамдары болса, пожалуйста, хабарласыңыздар. Бізде енді ертең карантин біткесін өзіміздің офисіміз бар. Бірақ енді біздің бизнес онлайн ғой, ешқандай да міне өмірі көрмеген Мөлдірді көріп танысып отырық та, бұның бәрі возможность қой. Сондықтан да возможность пайдаланыңыздар. Бұл жаңағы проблема, негатив іздеген адам любой нәрседен негатив табады. Ал позитивті, сол негативті позитивке айналдыра білген адам, вот нағыз бақытты адам. Өйткені полноценный бақытты адам болмайды. Адамның өмірі бақытты сәттерден құралады. Сол сәттерді біз өзіміз жасаймыз. Сондықтан да, енді қалған уақытта Мөлдірдің историясын тыңдай жатып мен сөйлесем. Жоқ, айта беріңіз, сіздікі қызық екен, өте қызықты маған. Менің спонсорымын Нұргүл Наметова айтады, сен неменеге мақтанып айтасың дейді, бір жыл ұйықтадым деп. Мен мақтанбаймын, мен бір жыл ұйықтағанымды. Мен адамдарға менің қателігім келген, жаңа келген партнерлар менің қателігімді жасамасыншы деп айтам да көп жағдайда. Кеше мысалы 15 күндік неде жүрген, турне дейміз ғой, енді турнеда жүргенде қаншама историяларды естіп жатырық та, қаншама тағдыр, қаншама өмір да, соның барлығын тоғыстырып отқан біздің осы компания ғой. Барлығымыздың жақсы болғанымыз, позитивте болғанымыз өзімізге жақсы. Мысалы кеше 60 нешеде сол кісіні, Сәния Хайруллина, мысалы, по-моему, бір 65-те, по-моему, жасы. Сол кісінің Ақтөбеде таныстық, қандай керемет кісі да, историясын айтып жатыр. Кеше прямой эфирін қарадық. Сонда да мен айтып жатырмын да, партнерларым айтам, вот сылтау іздеген адам Сәния Хайруллинаға қарасын. 65 жаста, 25 жыл ет сатқан, ет сатудың қандай екенін білесіздер да, таңғы 3-те, 4-те тұрады, ол жаңағы еттің несіне барады, қаншамаға мұздаяқ болады. Соның бәрін 25 жыл жасаған кісі 60-тан асқан кезде, мысалы, компьютердің, почтаның не екенін білмеген. Соның бәрін өзі үйренген. Соның бәрін историясын тыңдаған кезде, біздің, мысалы, жап-жас, мысалы, 30-да, 35-те, 40-да, 45-тегі адамдар сылтау айтады, мен компьютер білмеймін, мен ананы білмеймін дейді. Ол әшейін қазақтың 40 сылтауы деп аталады. Қазақтың 40 сылтауы. Сылтау айтқанға, сыныққа сылтау табылады дейді ғой. Егер өзің өмірің, сол өмір ұнап тұрса, ешкімге жаңағы навязываться етілмейді. Менің іштемем кетпейді, мен информациямды айттым, қабылдасаңыз, қабылдаңыз, өміріңіз өзгереді. Ал қабылдамасаңыз, ол менің жұмысым болды. Әрі қарай жұмысымды жасап кете аламын. Маған біреу жоқ деді екен деп, мен үйімде жылап отырмаймын ғой. Рахмет. Сізге рахмет, маған осындай опыт бергеніңізге деймін да, дальше кетем. Сондықтан да өмір адамда міне бір рет беріледі. Алла сізге қандай керемет таңды атырады, аман есен күніңізді батырады. Соның бәріне Аллаға шүкір, рахметіңізді айтыңыз да, өміріңізді өзгертіңіз. Кеше бағана сіз жаңа аудиома, WhatsApp-ма жазған кезде
өзім қуанып отырмын да, өйткені менің екінші линиямдағы партнерім жаңағы общий чатқа жаңағыдай видеолар салып жатыр да, адамның мышлениесі жайлы, өмірін қалай өзгертеді, тек өзіне байланысты екені жайлы видеолар салып, азанда тұрсам солар салып қойып, соны тыңдадым, оқыдым, и жүрегім сондай қуанды, өйткені мен бір адамның өмірінің өзгеруіне себебін, септігімді тигізіп тұрмын ғой. Сосын артынан рахметін айтып жатыр да, чуть зорға өзімді ұстадым, сондай. Значит, мен сондай өзімнің миссиямды дұрыс жасап жатырмын деген сөз. Мен адамның өміріне деген, өзгерісін, мына миының мышлениесіне деген өзгерісіне септігім тигізіп жатырмын. Біз былайша айтамыз ғой, круизный отдых. Бұл ең бастысы бизнес бұл жерде. Бизнес онлайн, қандай жағдайда да үйіңізде отырыңыз, көшеде кетіп бара жатырыңыз, телефонмен информация беру арқылы табыс табу жолы. Қазіргі жағдайда, тем более қазіргі жағдайда бәріміз, мысалы мен Астанада этаж үйде да отырмыз да, бүгін 6-шы күні шыққастан отырық та, ана бизнесі жоқ адамдар не істеп отыр екен деп ойлаймын иногда ше. Телевизор көріп отырып, сериалдан сериал көріп. Уақыт, алтын уақыт кетіп жатыр ғой ше. Алланың берген алтын уақыты кетіп жатыр. Ал мен, мысалы үшінге, ұйықтамайым, жаңа кино көрмеймін деп айтпаймын. Бірақ мен күнделікті уақытымның жоқ дегенде 3 сағатын өзімнің онлайн бизнесіме арнаймын. Күндіз жұрттың бәрінің енді тамағы, бала шағасы бар, конечно. Но бірақ мен күнделікті уақытымның 3 сағатын осы бизнесіме арнап, сол командамдағы адамдарыма барынша информация беруге, жағдайларын сұрауға, мотивация беруге уақытымды бөлемін. Сол арқылы ол менің командам. Бізде бұл жерде командный жұмыс қой енді. Сондықтан да қыздарға айтамын ғой, сендердің жақсы болғандарың маған жақсы деймін. Өйткені мен сендерге заинтересован адаммын. Сендердің жағдайларың болса, сендер әрқайсың жоқ дегенде, осы айда тәуірдің тәуір айында әрқайсың бір маркетинг директор быстро старт тапсаңдар, вот менің бақытым сол. Өйткені олар өздерінің өмірлерінің күнделікті күйбең жаңағы қиындығына қарамай, өздерінің мышлениесін өзгерту арқылы, өздерінің өмірлеріне өзгеріс енгізу арқылы осындай нәтижеге жетіп жатса, ол менің бақытым. Мен күнделікті жаңа қыздардың мысалы жаңадай рахметін алсам, вот маған бақыт сол. Сондықтан да өзіміздің күнделікті уақытымызды, алтын уақытымызды құр жібермей, осындай керемет адамдармен танысайық. Тағы да бір қызық жағдай болды бүгін бізде. Магазинге шыққанбыз, есіктің алдына, күйеуіміз екеуміз продукт алып, енді үй жаққа келе жатсақ, телефоны шырылдады. Сөйтсек бір қыз, кешіріңіз, сондай сізге рекламный енді не айтайын деп едім, маркетингте. Сосын күйеуім айтты, мен далада жүредім, қазір сәлден кейін звондаңыз деді. Сонымен видеомен звондасам бола ма деді. Жарайды, звондаңыз деп, сөйтіп орысшасын айтып жатыр. Сөйтіп үйге келсем, үйге кірген бойдан ана қыз звондады. Сөйтіп видеомен қарасам, біздің инкрузистік маркетинг планын видеомен түсіндіріп жатыр. Вот, вы заходите $295 деп. Сосын бардым да мен видеомен түсіріп тұрмын. Ойлап, жұрттар қалай пысық, не деген, және, мысалы, танымайтын адамға біз, мысалы, айта алмаймыз ғой. Мышлениеміз әлі оған жете қойған жоқ та, мынандай болсам ғой деп видеосын түсіріп тұрмын. Бір кезде соңғы жағынан уже не істедім, номеріңді қайдан алды, сұрашы дедім енді. Сөйтсем айтады, какой-то бірдемеден, ссылкадан бірдемеден түсінбедім таки. Сөйтіп, сосын күйеуім айтты, менің де келіншегім айналысады инкрузиспен, анау-мынау, білем, борт директорларыңыз Салтанат Шаймарданова, оның бәрін білем деп сөйтіп қойды екеу. Сөйтсе ана қыз айтады, келіншегіңіздің аты кім дейді. Сөйтсе Ақгүл десе, деп күліп жатыр. Сөйтсек біздің общий, бәріміз Нұргүлдің командасымыз, общий чатта бір-біріміздің немізді жібергенде ана мен күйеуімнің номерін көрген да, сөйтіп жазып алған ғой.
чоза онлайн бизнес деген мен күйеуім арқылы бір чатқа кіргенмін. Сол кезде күйеуім арқылы кірген кезде мен сұрағанмын ғой, чоза онлайн бизнес деп, жұрттың несін көрейін деп. Сөйтіп жазып алып, біздің партнеріміз жаңағыдай қылып звондап маркетинг түсіндіріп жатыр. И общий чатқа күліп жатыр, қыздар, представляете, мен жаңа Ақгүлдің күйеуіне маркетинг презентация өттім деп күліп жатыр ғой. Иә, сол сияқты ешқандай да біреу үшін біздің қазақтың шамалы менталитеті шамалы ұят болады, жаңағы ұялмайсың ба, біреуге қалай айтасың деген сияқты понятиямыз бар, конечно. Былтырғы менің ұят болады деп. Сондықтан да біреу үшін жаңағы шешім шығармайық, информацияны берейік, қабылдаса қабылдады, ол өзінің өміріне, өзінің жақсылығына қабылдайды, ал қабылдамаса ол біздің жұмысымыз. Майкл Хатчсон айтады ғой, если человек говорит тебе нет, это твоя работа. А если человек тебе говорит да, это твоя зарплата деді. Сол сияқты солай қабылдап, ары қарай тоқтамау керек, шамалы ұяңдығымызды, мына миымыздағы мышлениемізді шамалы өзгертуіміз керек. Ешкімнің іштемесі кетпейді, келіп бізге ешкім шай тамағын әкеп, продуктысын әкеп бермейді. Сондықтан өзіміз үшін бизнес жасап, онлайн қазіргі заманда, қазіргі мынау қызыл таяң заманда деп айтамын мен. Өйткені мұндай жағдайды біздің әке-шешелеріміз көрген емес та, мысалы мынандай жаңа пандемия, енді 91 жылғы кризисті көрдік қой барлығымызда. Бірақ денсаулық ең басты нәрсе. Соны үйде отырып, өзіміздің жағдайымыз жасап қойып, бизнесті параллельно жасау, біздің ең басты бағытымыз, біздің басты миссиямыз адамға толыққанды ақпаратты жеткізу. Әрі қарай қабылдау, қабылдамау өздеріңізге байланысты. Сол менің қысқаша историям, ұзаққа сөйлесек сөйлей береміз. Күнделікті осылай шығып тұруға болады екен. Так что, Перизат, давай. Барлығымыз бір-бірімізден да. Барлықтарыңа рахмет. Егер көмегім септігім тиіп жатса, өте қуаныштымын. Мен де осыны сақтап қойып, маған видеосын жіберсеңіз, мен де адамдарыма жіберейін, партнерлым. Сол. Рахмет, достар. Рахмет сізге. Өте позитивный адам екенсіз. Жасы ғой, енді менің жасыма қарағанда, енді сіз маған үлкенсіз ғой, сонда да сіздің позитивіңіз менікінен жоғары екен. Мен кеше байқадым сіздің осы прямой эфиріңізден. Әрбір айтқан сөзіңізден адам күліп, өзіне күліп ұялататын адам екенсіз. Өте ашық адам екенсіз. Сол жағы ұнады да, мен бүгін сізге сөйтіп айтқан едім, сізбен жүргізіп көрейінші деп. Рахмет, достар, уақытыңызды бөліп. Қазір енді уақытымызда алтыннан да қымбат болып отыр ғой бізге. Роберт Кийосакидің денежный квадрат сияқты мышлениясы богатыйлардың ең басты бағалы заты ол уақыт дейді ғой. Так что уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет көп-көп. Жақсы жетістіктерге, рангтардан көріне беріңіз. Енді тағы бір айта кетейін, именно осы біздің Инкруз компаниясын басында айтқан кезде Европа елдерінде даже офис деген жоқ дейді ғой. Бізге енді бізге келіп жатыр ғой сол нәрсе. Хочешь не хочешь, онлайн работа болады деп. Біздің испандықтар, да, оларда вообще офис деген жоқ дейді ғой, чисто интернет. Интернет, таргет. Маған өткенде Испаниядан бір кісі неге шығып жатыр, испанша жазып жатыр, переводчикпен неғып отыр ғой, сол инкрузті предлагать етіп отыр кәдімгідей маған. Неменше, инстаграмға шығып, молодцы деп жатырмын, молодцы. Қазір деген ешқандай шектеу жоқ, тіл білмеймін, анау маған не дейді деген жоқ. Қазақша ма, қазақша жазып алады. Керек адам өзіне переводтап алады, егер өзіне қажет болса. Біздің өзімізге не ғой, границаны өзімізге жасаймыз. Өзіміздің рамкамызда, басымыздағы рамка. Әркім өзінің рамкасын құрып қояды, тура сол ғой. Убеждениеміз өзіміздің. Оның барлығы подсознание ғой.
осы жаққа осы иә инклюзивқа келіп біліп жатырмық қой подсознание түп сана қалай жұмыс істейді, қалай мынандай поменять мышление деп. Осы мен де айта кетейін бір екі сөз. Мынау карантин басталғалы жақсы болды, бізде көптеген марафондар болып жатыр ғой қазір. Мен осы подсознаниені иә өзгерту туралы онлайн марафон Джон Кехоның марафонына жазылдым, одан кейін қазір тағы да бір екі марафонға жазылып отырмын. Өте күшті, адамның өзінің жан дүниесін өзің байтасың да, бір жағынан өте керемет. жоқ сол ғой, біз өзімізге өзіміз жаңағы не істейміз да, сосын ренжиміз, мен ғой сөйтіп жатырмын, анау ғой бүйтіп жатыр деп ше. Мысалы мен былтырлары көп адамға информация бердім, бірақ енді мен ол кезде өзім компетентні болмадым ғой, былайынша қарап отырсаңыз. Мен өзім тыңдағанда, презентацияны тыңдағанда тек демалыс круизді көрдім да, сосын давай демалайық, күшті ғой деп айта берем да. Ал адам бір айлыққа 100 мың, 150 мыңға қарап отқан адам айтады ғой, мынау не қуат, не деген демалыс, шамалы мұслима деп. Соны мен кеше 15 күн турнеде түсіндім. Бірінші бұл жерде бізде самый басты нәрсе бизнес, ақша да. Оны мен оны түсінбегенмін ғой. Бірінші ақша тауып алса, өзіміздің рангымызға, күнделікті айлыққа жетіп алсақ, біз хотим или не хотим, бәрібір круизға барамыз ғой. Өткен 5 адамымызбен бізге ай сайын мысалы келіп тұр круизный доллар. Сондықтан да соны мен енді түсіндім да, кеше 15 күндік турнемда. Айтам, ойбай, мен ақымақпын ба, жұртқа неменеге круизді предлагать еткенмін деймін да. Сосын еще ренжіп қоямын, адамдар маған жоқ деп жатыр ғой енді былтыр. 19 жыл. Айтам, мен ғой демалыс, мен ғой оның демалғанын, шетел көргенін қалап отырмын. Ол оны ойлап отқан жоқ деп ше, ренжіп қоямын еще. Кешегі барғанда айтам, ойбай, айналдырған бір айлыққа қарап отқан адамға мен круизный отдыхты предлагать етіп, ақымақпын ба деймін ше. Ай, мына жерде байлық, мына жерде ақша екен ғой, бизнес екен ғой, соны неге түсінбегенмін деп қазір қыздарға айтып отырмын. Ойбай, быстрый старт деп не істеп күлемін ғой ше. Сөйтсем қыздар айтады, өзі істей алмағасын бізді қамшылап жатыр. Мен айтамын, ай, мен түсінбегенмін қыздар, бар байлық, бар ақша. Мысалы кешегі сағындықтар 17 жыл нефтяной компанияда істейді, барлық табысы жетеді да, но бірақ параллельно осыны істеп, табыстың көзінің осы жақта екенін түсініп отыр да. Ол айтады, мен қанша не істегенмен ойымдағы ақшамды ол жерден таба алмадым деп тұр. Мен настолько өзімнің богаты болуға нем жетпеді, қанша нефтяныйда істесем де деп тұр. Көрдіңіз ба? Ол осы жерде, осы біздің компанияда байлықтың, ақшаның барлығын түсініп, көзі жетіп, кешкі 6-дан кейін түнгі 12-1-ге дейін істедім дейді, мысалы, бизнес. Қазір региональный директор, мысалы, 3000 қанша доллар айлық алады. Сондықтан барлығы, иә, 3,5 доллар. Сондықтан енді, так что давайте әркімнің өмірі, міне, өз қолымызда. Өз қолымда, так что держу. Иә. Рахмет, Мөлдір, көп. Рахмет, мен ешіп сапар деп қояйын. Жақсы, сау бол. Достар, сіздерге де рахмет. Алтындай уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңызға. Сіздерге пайдалы информация бердік деп ойлаймын. Егер қандай да бір ұсыныстарыңыз болатын болса, пікірлеріңіз болатын болса, онда менің жекеме шығыңыздар, толық ақпаратты мен сол жерден сіздерге бере аламын. Келесі кездескенше. Пока.